Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет, қадірменді жамағат, оқырман қауым, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен мына жаңа жылдарыңызбен 2026 жыл жылғы жылы құтты болсын. Енді бүгін көптен бері біраз шықпай кеттік. Мен өткенде мынау темамыздың ең аяқ жағы тажалдың қалай шығатынын айтамын дегенмін. Бүгін енді соласы мына жаңа жылға орай осы теманы жалғастырып басын ашып кету керек болып тұр, тажалдың қалай шығатынына. Содан кейінгі жерде жұмақ, тозақ, мына жаңағы өздеріңіз енді көріп жүрген мына каналда айтылып жатқан темаларды білесіздер, әлгі Құдай жоқ деп Ысқақтың каналы, соған байланысты біраз мәселелерді қаузайтын боламыз. Енді бұл тажал дегеніміздің өзі былай жалпылама түсінікте, қазіргі біздің измерениядағы 9-шы измерениядағы жалпы түсінікте, ол діни тағылымның табанымен айтқанда олар сипаттағандай емес. Қазіргі біздің измерения бұл 9-шы измерения. Осы негізге былай 9-шы измерения бойынша әңгіме қозғайтын болсақ, бұл тажал дегеніміздің өзі цифровое изучение. Яғни мир цифровников. Яғни ол не деген сөз? Жасанды интеллект разработкасы. Искусственный интеллект дейді ғой. Мінекей осыны былай тажалдың сипат етіп, оны бізден бұрынғы қауымдарда ол солай белгіленген, солай сипаттап кеткен, в общем, былайша айтқанда. Енді мына 9-шы измерениедағы разработкасы бұл мүлде басқа нәрсе. Тажал деп неге айтады? Искусственный интеллект деп. Бұл исламды қабылдағаннан шығады. Исламды қабылдау дегеніміздің өзі не нәрсе? Айтып өткеніміздей мынау, мен ана өткенде көздеріңізге көрсеттім, куәлік. Куәліктен шығарып, жалпылама Құранның игеру жолы бойынша амал ету факторлары ғой. Яғни былайша айтқан кезде қалай десе болады, бұның өзінің кәдімгідей темасы қозғалуы керек. Былайша айтқанда ортаға жалпылама сұрақ тасталынады ғой. Мына ақиқат ортаға қойылады да, Құранды игеру жолында бұл жерде мысалы үшін бұның ақиқат айтылады, мысалы үшін жаңағыдай ұрықтану программасы дейміз ғой, планетарлық масштаб бойынша ұрықтану программасы. Бұл жерде әлі қозғалатын темалар бар. Мынау жаңағы Ықылас сүресінің разработкасы, бұл қазақ даласында жүйелену керек, мен айтып жүрмін. Комментарийда да түсіріп жүрмін, мына жерлерде де біраз нәрселерді айтып жүрмін. Былай неған кезде туылмаған ықылас комплексі жүйелену керек біздің негізде. Енді осы негізге келген кезде, ақиқат ортаға қойылған кезде, удостоверение, куәлік мәселесінен тажалды құрықтау жөнінде куәліктен шығу, сосын кейін 2-1+2+1- бойынша разработканы шығару. Яғни бұл жерде мынау ақша, дүние зікірі, жаңағы мына куәлік, паспорт дегендердің бәрі минусовый индекске по вертикалю. Реальный мир по вертикалю дейді, осы негізге құрылады. Сосын бұған кәдімгідей жаңағыдай танымы жетпеген, түйсігі жетпегендер, ғылымды жоққа шығарғандар, бұдан отключенный қазақтың коды F16, сосын цифровой кодта деген таңбаменен жұмыс істейтіндер сериясы бөлектенеді бұл жерде. Яғни кімде-кім мен қазақпын деп түбірден іздесе, бұлар кәдімгідей отключенный деген тақтаға кетеді. Демек, конфискация имущества, мен бұғанға дейін де айтқан, конфискация имущества техногенных инвентариев, ұстаған нәрселерінің бәрі қазақи дүниетанымға сәйкес келмейтін болғандықтан нужно отключать. Яғни конфискация жасап, на сплаву жіберілу керек. Бұның орнына, анау өткендегі бір роликтерімде айтып кеттім ғой, карма заңдылығы бойынша өздерінің түбірденектік ұстанымы, төрттілік мал, киіз үй, жаңағы салт дәстүр ұстанымдар қайтып оралады. 0.1.10 сериясы бойынша. Енді 0.2.20 сериясы бойынша бұлар куәліктегілер, уже бұлар енді бұдан жоғары кетеді. Техногенді моңғолдар разработкасы 31 жылы бұлар техногенді моңғолдарға айналып кеткен деп мен айттым.
мінекей қазіргілердің көбісінің шатасып, көбісінің бірін таппай жүрген себебі осы. Ақиқат айтылмайды. Мына жаңағы дәріптеумен ғана шектеліп жатыр, ақиқат айтылмай тұр. Ақиқат айтылмағаннан кейін әрине мына дәріптейтіндер белден төмен тізеден жоғарғы ілімді алып басынан асыра дәріптеп ғылымның жолын жауып, ғылымды толығыменен бұны ғылымды қатыстырмай, толығыменен кәдімгі былайша айтқанда емшектегі баланың былайша айтқан кезде сондай бір ойына келген тірлігін істейтін тәрізді сипатты сондай бір көрініс беріп жатыр. Олай емес. Мына дін оқығандар, разработкадан өтпегендер, танымға жетпегендердің барлығы толықтай отключенный болу керек. Ал қазір бұлардың қолына жаңағы куәлігін беріп, ақшасын беріп, оғын берсеңіз, анау 12 жасқа дейінгі бала бір-бірін кәдімгі қолындағы берілген затымен бір-бірін бауыздап, бір-бірін қырып тастайды. Мінекей қазір біз осындай неде жүрміз, осындай деңгейде жүрміз. Дінді дәріптейтіндер олар білмейді еш нәрсені, өйткені разработкадан бұлар өтпеген. Жаңағыдай сөзбе-сөз, көзбе-көз дейді да, алаттағыны бітті. Шашал десе басал дейтін разработкаға кіріп кетеміз. Сондықтан бұның бәрі контроль болу керек. Мен бұғанға дейінгі роликтерімде де айтқам. Енді қажеті болса кәдімгідей мынандай прямой эфирлерге де шығамыз енді алдағы уақытта. Мінекей оның исламды қабылдап тажалдың шығу сипаты осындай. Қазірде де енді көріп жатсыздар ғой, біраз нәрселер замыкающий секторға кіріп кетті. Мына Украина мен Ресей соғысы, мына аяғында Иран шайқалып жатыр, Тегеран 43 коды бойынша. Мінекей осындай. Ендігі бір мәселе, жаңағы мынау Құдай жоқ деп неғып жатыр ғой. Мына ықылас комплексінің мәні жөнінде айтамыз дедік қой. Ықылас, содан кейін тағы немене жұмақ пен тозақ жайлы да айтамыз дедік, иә. Мынау жұмақ пен тозақ дегеніміз не нәрсе? Қиямет қайым келген кезде Құранның өзінде айтылады. Біз мұсылман мен кәпірдің арасын айырамыз дейді. Мұсылман мен кәпір дегеніміз не нәрсе? Бұл қандай түсінік? Қазіргі намаз оқығандардың бәрі мұсылманбыз дейді. Жоқ, бұлар ешқандай да мұсылман емес. Дәлелге тартса, бұлар шоқ ұстап алғандай, қолдарына шоқ ұстап алғандай сөздерінен секіреді. Орындарынан ыршып түседі. Сөздерінен секіріп тайып кетеді. Өйткені бұлар неге? Белден төмен, тізеден жоғарғы көпшігілімен басынан асыра дәріптеп, сол дәріптеумен ғана шектелген. Бұларда ешқандай разработка, таным, үйлесімділік, гармония деген жоқ. Атымен жоқ бұларда. Ғылымды жоққа шығарып, жауып тастаған болды. Так, енді бұл жерде мұнасы үшін мұсылман деген сөздің өзінің мағынасы мен алдында айтып кеткенмін. Былайша айтқан кезде планетарный масштабтың мына жер ананың құрсақ конструкциясы бойынша аналық клеткасы деген негізгі истинный мағынасы. Бұлай жалпылама мен бұлай енді түсінікті болу үшін аналыққа қызметші деген атпен аударылған бұл негізі мұсылман. Анау алдыңғы роликтерде айтылды ғой. Голая мания, разработкасы бар, анау мынау. Сосын кейін жаңағыдай пропитывающая энергия дейді. Пропитывающий энергия деген сөз язычное функционирование. Кітапты оқып пропитывающий бактерия микробтық деңгейдегі танымдар үлесі бойынша солай аталады. Былайша айтқанда аналық клетка. Аналық клетканың сондай энергиялық несін алып жүруші. Былай мысалы үшін кітапты ашып оқымайсыз, мыналар уже дауыс жаңғырығымен оларды кәдімгі сіздерге түсіндіреді. Былай таныстырады деген сияқты мәселе ғой. Кітап өзі орнынан ашып, мысалы кез келген адам оны ашып оқымай, кәдімгі сөреге қойып қойса, оны оқитындар уже дауыстап, дыбыстап, ішіндегі ақпараттың бәрін кәдімгі миыңызды ағызып, ішіңіздегі былайша айтқанда ақпараттардың бәрін миын шайып, сол ақпаратты былайша айтқанда санаңызға енгізеді деген сияқты нәрсе. Енді бұл жердегі діннен шығып кәпір болу дегеніміз не нәрсе? Діннен шығып кәпір болу дегеніміздің өзі, кәпір деген мағынаның өзі, былайша айтқан кезде намазда оқымайтын адамдарды кәпір дейді. Олай емес, ақиқат олай емес. Кәпір дегеніміздің өзі діннен шығып жүк тасу, баланы жарату деген мағынаны білдіреді. Соны мына жүк тасқан жүктік өмірдің параметрін кәпірлер деп атайды. Мұсылман деген ол тақуа. Жаңағы носитель информация. Оларға мысалы бала иеленіп дүние зікірін жаса деген нәрсе жоқ. Оның ақиқаты анау Құран түсірілген уақыттан тыйым салынған пайғамбардың тұсында.
мына хадистерде олардың бәрі айтылады. Бірақ жаңағыдай жүк тасқандар үшін оларды кәпірлер деп айтпайды. Тек қана мына бертін келе ғой, бұлардың бәрі бұрмаланып түгел намаз оқымай шарттасып, анау мен сияқты намаз оқымайды, мен сияқты кәдімгідей шариғатты ұстанамайды деген сияқты әңгімелермен кетіп қалған. Ақиқатында енді бір замандарда бұл ата бабамыз анау көзіне көрінген бүткіл өзге дін өкілдерін де кәпір деп кетті. Қытай болсын, басқасы болсын, орысты да кәпір деп кетті. Орыс деген ол кәпір бола алмайды. Олай емес. Егер ол мысалы орыс деген ел ғана баланы иеленіп, қалғандары түгел намаз оқитын мұсылман болса, онда не болды? Онда қазақ деген қайда қалды сонда? Тілің, дәстүрің қайда қалды? Ұлтың қайда қалды? Мінекей осындай нәрселер. Кәпір дегеніміздің өзі жалпылама сондай ұғым береді. Мысалы үшін сіз былайша айтқанда намазды басыңыздан асыра дәріптеп, носитель болып, өмір бойы ондай 5 уақыт намазбен қаламайсыз, олай емес. Содан кейін кімдегі мысалы генетикалық кодын біле тұрып, тек қана қазақпен қалам деу ол да мүмкін емес. Ол уақыт ағымы ондай нәрсеге келтірмейді. Мысалы өмір бойы копчика носитель болып, кодыңызды арқалап, өз қазағыңызбен ғана болам дей салу, ол Құранға үйлеспейді. Өмір бойы копчика носитель болып жүре бермейсіз, копчика носитель болып конструкцияның ішіне түспеймін деп те айта алмайсыз. Конструкцияның ішіне түскеннен кейін 9 ай бойы жатып алып, өмір бойы соны 5 намазбен қалам деп те айта алмайсыз, олай емес. Копчика носитель конструкцияға түскеннен кейін 9 айдан кейін ол жерде шығып кететініңіз анық. Оны мысалы үшін ол ана қыз баланың міндетімен байланысты айтылады. Мінекей осындай нәрселер бар. Бұлардың бәрін түгел мына секундтың ішіндегі секундта ажырата алмайсыздар да, содан кейін оны түсіне алмайсыздар. Кәпір деп жаңағыдай бір намаз оқымайтын, бас иілмейтін адамдарда мысалы олай деп оған бір жақты етуге болмайды. Оның мән мағынасы, амалыңыз бірге қосылып айтылады. Мысалы баланы, ұрпақты өмірге әкелгеннен кейін олардың былайша айтқанда машақаты бар, мехнаты бар дегендей. Мінекей сол себептен де оны уже ақиқаттық танымға жеткеннен кейінгі болатын нәрселер. Балиғат жасқа толғаннан кейін, кәмелеттік жасқа толғаннан кейін, мысалы айналаңызда қоршалған жаңағыдай періштелік ілімдер бар екені, басқа да бар екені. Бұл жерде намаз деген сөздің өзі жалпылама жұмбақталып тұр ғой бұл жерде. Заман келбетін тәгамал, век учится, век жить дейді. Бұл мысалы танымға жеткеннен кейін ол сондай әңгімемен тұрған нәрсе бұның бәрі. Енді жұмақ, тозақ дегеніміз не нәрсе? Жұмақ, тозақ дегеніміз бұл кәдімгі ғылыми тілде комбинационный индекс деп айтылады. Комбинационный индекс, параметры пропитания клетки, научный процентный показатель по записям копчика деп айтылады. Ғылыми негізде солай синтезделеді. Яғни бұл не деген сөз? Не іштіңіз, не кидіңіз, маңдайыңызға не жазылды копчик арқылы. Осы негізде айырылатын индекстер бұл. Мысалы үшін копчика записімен тағдыр жазуы дейді ғой. Сол нәрсемен келген кезде маңдайыңызға не жазылды, қандай ортада болдыңыз, қандай жерде болдыңыз. Мінекей сол запистер кәдімгі адамның тәніне жазылған кезде өзінің болмысымен сондай орталарда бұл кәдімгідей мына ананың құрсағынан шығып өмірге келгеннен кейін бұлардың өзі кәдімгі сол ортаны тартып, сол ортаны іздеп тұрады. Мына көбінесе адамдар ойлайды ғой, мен мысалы сөзбен тәрбиелеп жатырмын, ұрып тәрбиелеп жатырмын, сабап тәрбиелеп жатырмын, қамшымен қайырып жатырмын, жұдырықпен төмпештеп жатырмын, сөйтіп тәрбиелеп жатырмын дейтіндер бар шығар. Бірақ ақиқат олай емес. Көрдіңіз бе, сізге иә деп анау мынау дегенмен былайшаға бере өз дегенін істейтіндер көп. Ол не деген сөз? Яғни ол тағдыр жазуынан. Мінекей бұл дегеніңіз мынау қазақтың өзінің кодымен жұмыс істегенде 4 тактымен жұмыс істеу амалдары ғой, былайша айтқан кезде. Қалай десе болады? Отключенный, подключенный, заключенный, отстраненный дейді. Осы такты қазақтың кодында 4 жылдың 4 мезгілімен шатысатын елміз біз. Жылдың 4 мезгілімен кәні біздерді мынау неге кәдім көкке табындырып қойған. Тәңір иеге. Енді оны бір сөзін айтсақ, қалған бір сөз артынан шыға береді. Мысалы үшін мынау тәңіршілдер мен мұсылмандар, исламдық танымдағы мұсылмандар деп атады ғой. Мына жын сүресін оқысаңыздар, жын сүресінде айтылады ғой. Мен бұғанға дейін де айтқан, мына негізі жын сүресі мен Құранға кірген сақтар мен құндар деп. Міне сонда айтылады. Мына біздікілер шатақ сөйлеп жүр екен ғой, мына тәңіріміз деп жүргеніміз екеуі бір ұғым екен ғой дейді.
екеуі бір ұғым бір таным екен ғой. Біздің тәңір деп табынып жүрген, біздікілер шатақ сөйлеп жүрген. Мына алла, арабтың алласы кәдімгі бізбен үйлесетін ілім ғой деген кәдімгі аят жолдары бар. Бұның бәрін оқығандар бар шығар, но оқыса да бірақ әлі түсіне алмай жүргендер бар. Мен айтып жүрмін, мынау арабтың алласы қазақтың тәңірісі. Өйткені арабтарда язычники дейді. Язычниктер деген сөз мына еврейлердің жалпы системасынан тараған, енді былайша айтқанда сол жақтағы құрылымнан Құран жүйеленген кезде пайда болған нелер ғой, жаңағы үмбеттер ғой. Енді сол себептен де және де бұл мына алла деген сөздің өзінің жалпы мағынасы по измерениям девятого деп синтезделеді, былайша жалпылама айтқан кезде. Жаңағы анау құдай жоқ деген ұғымның өзі арғы анау грек жеріндегі разработкаларда, оны білесіздер ғой, құдайлар әлемінің несі, былайша айтқанда інжіл жүйеленгенге дейінгі аралықта, одан Иса пайғамбардың өмірге келуімен аяқталады да, бұл Грекиядағы разработкалар. Бұл жердегі разработкаларда не болған? Бұл замандарда әлгі анау бір қанатты періштелер, екі қанатты періштелермен айқасқан құдайлар, миф, бұлардың бәрі аңыз болып кетті о замандарда. Содан ақырында келіп, бұның соңы Иса пайғамбарды өмірге келтірді де, інжіл кітабы жүйеленді Грекия жеріндегі разработкада. Өйткені неге? Бұл человек измерениясы бойынша өтті. Человек измерениясында болған кезде бұның жалпылама несінің мотивында әйел адамдарды наказать етті. Құдайларды, мына құдайдың былайша айтқанда жалпылама берілген өздеріндегі нелер бойынша. Енді былайша айтқанда қалай болса, өздерінің измерениясы дейміз бе енді. Солай бойынша бұлар әйелдерді наказать етті. Білесіздер ғой қалай наказать еткенін. Жылқылардың макетінде бұлардың кәдімгі жатырларын суырды. Человек измерениясында. Мына кейінгі неде Құран жүйеленгеннен кейін бұл Сүлейменнің несі бар, мысалы измерениясы бар. Мемлекеттік системаны жалпылама гаремдерді құрып, бұның кәдімгі әйелдердің өзіне кәдімгі микрокосмостық ілім негізінде адамның рабысы ретінде гаремдерде бұлардың несі өтті. Осман бергі ең соңғы несі Осман империясының тұсында, одан арғы бір неді түркілердің пайда болар заманының тұсында да мына Сүлейменнің өзі жалпылама Құранға разработка жасағанда мына әйел адамдарға тақ дәреже берді ғой. Әйел, қатын, қыз, кемпір деген сияқты дәрежелер берді. Осы разработка бұл мына адам сериясы бойынша микрокосмостық ілім жүйеленген кезде өткен разработкалар. Міне осыдан келіп, міне 4 кітап осылайша жүйеленген. Ислам. Енді мен айтайын дегенім, жаңағы құдай жоқ деген ұғым қаяқтан шыққан? Прескрещение, амалдастыру, жұттасу негізінде болған пайда болған ұғым. Мына қазіргі ысқақтардың айтып жүргендері неге? Мынау аспанға шығып кетті, құдай жоқ десе, құдай жоқ деп, енді бұлар білмеймін нендей, мысалы үшін кімнің түйсігін ашып, кімді тура жолға салайын деп жүргендерін. Атеистік ұғыммен, бірақ бұлардың самом деле несі, былайша айтқанда минусовой тактымен бұлар өзгенелерін өздері көтеретін өкілдер. Негізінен ақиқаты қандай? Құдай жоқ деген прескрещение, амалдастыру, яғни жүктасу негізінде еркек адам жүктілікті көтере алмайды, әйел адам көтереді деген мағынадан шыққан. Құдай жоқ деген жүктілікті не қыламайды, жаңағы әйел адам көтереді, еркек адам көтермейді. Сосын кейін ля илляха иллалла Мұхаммед Расулалла деп кәлима шахадат айтылғанда, бұның көпшік иесінің амалы конструкцияға берілу керек. Одан басқа жер бұған кәдімгідей бұйырылмаған, шариғат бойынша тыйым салынған жер болып саналады. Конструкцияға передавать етілу керек. Жаңа ля илляха иллалла Мұхаммед Расулалла, Алланың елшісі деген кезде. Алладан басқа тәңір жоқ. Яғни Алла деген кезде бұның жалпы мағынасы қозғалыс сағатының үкімімен шешімі біледі. Яғни макромодульді, анау күннен бастап жерге дейін, жұлдызға дейінгінің барлығы түгел қозғалыста. Ешқашан олар 1 секундқа дамылдап тоқтаған дүние таным емес. Материяның мәңгілік әлемдік қозғалысы мен жанның мәңгілік бірге болуының нәтижесінде осындай ұғым беріліп отыр жер бетіндегі тіршілік иелеріне. Форма измерения. Форма измерения негізінде жаңағыдай мағыналар солай берілген адам баласына. Бұлар алдыда не істеді? 360 градус, 720 градус
1440 градуспен бұлар вибрациялық толқынменен кім жаратты менен алдына сұрақты тастап алды да соны футболисттің добы сияқты тепкілеп кім жаратты сонымен күнге айға жерге көмілген көпшікке жердің астына тығып жіберіп сонымен жердің астына барып көкті айды шарлап жүрген жайы бір ақиқатында көз алдындағы ақиқатты бұлар көрмейді. Өйткені звуковой эхо бұл тіл параметрінен шығады. Құлақ естиді, көз көрмейді. Мінекей осындай нәрселермен жүргендер көбісі. Ал енді анау Құдай деген кезде бұл Құдайда көпшік бар берілетін. Цикловой переходқа лақтырғанда кәдімгі үйдегі ата әкелеріміз ғой. Цикловой переход арқылы ғана анықталады. Былай сөзбе-сөз көзбе-көз көретін нәрсе емес оның бәрі. Цикловой, мысалы, бір жастағы балаға сіз құдайлық міндеттей алмайсыз, намазды міндеттей алмайсыз. Бірақ оны негізінде ақиқатында бұны көшпенділер оның бәрін түгел алдын ала жаңағы мына ислам жүйеленіп пайғамбар келген кезде оның бәрін түгел амалдарын үйлестіріп кеткен. Бесіктегі баланың зәрі денесіне тимес үшін бесікті ойлап тауып түгел амалдарының бәрін жүйелеп кеткен. Ал енді мына бүгінгі таңда бұлар жаңағы мына бесіктегі балаға тиісіп жатыр, анау тәңіршілдер, сендерде кітап жоқ, пайғамбарларың жоқ деп. Ал бұлардың бәрі мұсылманбыз дейді, мұсылман емес. Тіл қауымынан тілдеген Лут пайғамбардың қауымдары. Дәлелге тартса бұлар намазын тастай қашады. Позицияда тұра алмайды ешқандайда. Бұлардың барлығы да Луттың қауымы. Ал мына мұсылмандық эраның минуты соғып, секунды келіп, эрасы туып, таңы атып, жұлдызы шыққан жоқ әлі мұсылмандық эраның. Бұлар просто пропитывается энергией. Ал дәлме-дәл жаңағыдай дәлелге тартқан кезде бұлар кәдімгі позициясында тұра алу керек. Сосын тақуа болу керек бұлар. Тақуа емес, бұлардың бәрі түгел дүние зікірмен, ақшамен боққа шыланып біткен бір информацияны, бір жоқ информацияны өздерінің ойынан шығарып, ақылы жетпейтін дүниені Құранның принципін талқандап алып, өздерінше бір әлем құрып алған мұсылмандар. Бұлар ешқандай да таза мұсылман емес. Бұлардың ерасы келген жоқ әлі, туған жоқ. Сначала пусть пропитывается энергией. Сонан кейін барып оңы мен солын танысын, амалы үйлессін, гармониясы келсін, танымға жетсін, позициясында тұра білсін. Ал егер оны істей алмаса, бұлар ешқандай да мұсылман емес. Луттың қауымы. Бұлардың жазасы от. Білесіздер ғой Помпей историясын. Мінекей, бұлар осындай нәрселер. Жылағанды жұбатып, қайғырғанға қуаныш сыйлағандар ма? Бар ма ондайлар? Бар шығар, азыр болса бір нәпсілік тұрғысынан бір неған шығар, бірақ олардың жүректері тілініп қан жылаған қайғымен олар әлі бөлісе алған жоқ. Оның ешқайсысында олар жасай алмайды бүгінгі таңдағы мұсылмандар. Мұсылман деген оның бар жоғы соның атын ғана жамылған амал иелері бұлардың бәрі. Луттың қауымы. Мен тағы да айтылып айтамын. Былайша айтқанда тіл параметрінен тірілген, тіл ғана сайрайды, былай амал үйлеспейтін бір қауым. Мінекей, сонымен енді Құдай жоқ деген кезде жаңағының сөзінің мағынасы жаңағыдай. Жүктілікті ер адам көтермейді, әйел адам көтереді деген мағынадан шыққан. Бұны алды да енді Құдай жоқ дегеннен кейін бітті, оны кәдімгі анау жерді кім жаратты, күнді кім жаратты, былайша айтқан кезде жұлдызды кім жаратты деген сияқты әңгімелерге шығып кетеді. Былай айттым ғой жаңағы футболисттің добы сияқты алдына кім жаратты деген сұрақты тастап алып, сонымен тепкілеп өздерімен қуалап жүргендер. Ақиқатында Құранда айтады, сендердің ақыл ойларыңа сыймайтын ақпаратты біз Құранға түсірмедік дейді. Ендеше ол анау аспанды Құдай жаратты, Алла жаратты. Алла жаратса, уже оның бізге берілген измерениясы бір бөлек жер бетінде, Раббыңды тану үшін, иман келтіру үшін. Ол аспандағы ілінген дүние, ол басқа әңгіме. Ол біз сөз ететін, біздің миымызға сиятын дүние емес осы, шын мәнінде. Оның бәрін айтады ғой, мысалы Құранда мәліметте келтіріліп. Бұның бәрін біліп отырып, неге бұлар кәдімгідей бастырмалап уже тықпалап жатыр бұның бәрін, миға сыймаса да. Мінекей осындай нәрселер. Негізі ақиқатты сөйлеу парыз. Мысалы үшін анау миға сыймайтын, сана қабылдай алмайтын дүниені уже оны тілге тиек етіп, оны сөз етіп керек емес. Адамдардың миын уламау керек. Исламды қабылдаған кезде бұлардың әркім өз танымы бойынша кету керек. Мемлекет деген не нәрсе?
мемлекет деген не нәрсе? Мінекей ендігі соңғы нәрсе осыған келіп тіреледі. Ту көтеріп келесіңдер деп тұр. Ту көтеріп келгеннен кейін ол түсінікті нәрсе. Анау ақиқат кітабы жанында тұрады, Құран мен тудың қатар қойылу мәселесі туындаған кезде ақиқат қай жағында, оны өздеріңіз жүректеріңіз сезеді оны. Туды не үшін тәңір тұтып жүрсің? Туға неғып табынып жүрсің? Жаратушың ба? Мінекей содан кейін жаңағы куәліктен айыру, мұсылман мен кәпірдің арасын айыру дегеніміз содан шығады. Ал енді біреулер шығатын шығар, мен таза мұсылманмын. Мен қазір дәлелге тартатын болсам, шоқ ұстап алғандай ыршып, сөзіңнен секіріп кететінің ол сөзсіз нәрсе. Өйткені сен неге белден төмен тізеден жоғарғы ілімді басыңа көтеріп алдың? Дәлелге келген кезде ана ойбай ол шошқа жейді, ана құмырсқа жейді. Мен мұсылманмын, мен шариғатты ұстанамын. Самом деле амалың үйлеспейді сенің. Сосын кейін мынау ықылас сүресі жөнінде айтамын деген. Енді бұны мен шама келсе келесі ролигіме қалдырамын, ықылас сүресін. Содан кейін ары қарай әңгімеміз жалғасады. Тумаған, туылмаған.